басталды. Ал қазақ елі міне Дулат Ағаділдің жаназасынан шығып кафеде отырды ғой қаншама халық. Енді содан мінекей конгресс холлға келе жатырмыз. Ол сұрауы жоқ адам емес қой. Малың жоғалып кетсе, малыңды да іздейсің ғой. Бір адамды өлтіріп тастап отыр. Енді соған келе жатырмыз. Манадан эфир жоқ. Жаңағы интернет жоқ. Мына қаланың ішіне келіп қана интернет бар. Жолшыбай 3 жерде ме КамАЗ тоқтатты. КамАЗдарды көлденең қойып тастаған машиналарды. Мына 3 полоса, 4 полоса жол ғой. Соны машинамен КамАЗды көлденең тастап, жаңағыдай қыстырылып, бір-бірден өткізіп, бөгетіп жатыр да, қайта-қайта бөгеліп жатырмыз. Енді мына қайта светофорлар да сөніп қалып тұр қайта-қайта. Ұзақ жанып тұрады да мына қызылдар. Енді қалаң жаңа полицей менттар тұрды ана жерде қаншама. Енді міне қалаң ішіне келдік. Енді түзу жүретін шығар. Енді не екенін осылай бөгеп жатыр. Жаңа анау мәйітке түскен жігіттер мәйітті жуады ғой. Сонда жүрек тұсынан дейді, ұрылған соққылар бар дейді, іздері бар дейді. Қолында, аяғында бар дейді, сондай синяктар. Соны айтты жаңа, ол жерден тікелей эфирға да түсті ғой. Тікелей эфирға түсті ме, түспеді ме, әйтеуір бәрі соткасына бәрі жазып алып жатыр. Соған қарағанда алып барып шынымен ұрған ғой. Жаңа бір кісілер айтады, оған укол бере салған шығар анауына. Жоқ, ана кәдімгідей ұрған ғой. Бұны өлтіруді мақсат еткен ендеше. Егер олар шынымен синяктар болса. Солай ағай. Бұлар енді неше адамды өлтірсе де, халық енді алға ұмтыла береді. Олар тек қана сол маздап шоққа үстіне оттасы майға от құйғандай ғой. Отқа май құйғандай болады бұлар. Енді қаулай береді бұл халық. Өйткені түсінді. Қазір жағдайы жоқ көбінің. Халықтың. Мінекей, тағы да КамАЗ бен тракторды қойып қойған, қараңыздар. Көлденең қойған жолдың үстіне. Міне қыстырылып әзер өтесің. Осылай бөгіп жатыр да қайта-қайта. Енді мыналар не енді? Арнайы қойып қойған мына тракторды. Ар жағында КамАЗ тұр. Осылай өткізіп жатыр. Менің комментариymында жазылмайды. Енді мен настройкасын түсінбей қойдым осы телефонның. Айып етпеңіздер. Комментарий жазылмай жатса, жазатыны шықпай жатса. Бір білетін адамға апармасам, мен осы неше рет шұқылап соның комментарийін. YouTube каналыма да прямой эфир шығам. Ол жерден де комментарий шықпайды. Мынаған да шықпайды. Ақырын үлбітіп келе жатырмыз. Қазағым бізге ояну керек енді. Ояну керек, ояныңыздар. Ешқандай партияға, ешқандай ұйымдарға сеніп керек емес. Дулат кімге сенді? Дулат біреуіне барды ма солар? Барған жоқ. Дулатты өлтіріп тастады. Дулат солардың ешқайсына барған жоқ. Оларға сенген жоқ өйткені. Шынайы патриот, ол біледі жолдың бәрін. Ол бізден бұрын жүрген адам. 2016-тан бері жүрді. Солай ғой, 2016-тан. Сондықтан ол ненің не екенін түсінеді, ол біледі. Ол барған жоқ ешқайсына. Ешқандай партияға қосылған жоқ. Құрылтай өткіземіз еді, ол құрылтайға да содан кейін ол бұны сыртынан қосып қойды ғой құрылтайға. Құрылтайға да содан кейін ол бас тартты, бармады. Солай ағай. Ал оны мінекей ақыры өмірін қиды жауыз билік. Осыдан біліңіздер, ақтың қайсы, қараның қайсы екен. Партиялар сіздерді құтқармайды. Қазіргі уақытта партия деген нәрсе ол қорқақтар мен жалқаулардың басқалар арқылы жағдайын түзегісі келіп, үйден өзі шықпайым деген оймен отырғандардың ғана таңдауы шығар сол. Солардың таңдауы. Ал шын мәнінде ата-бабамыз осыншама жерді бізге қалдырғанда олар сол үйлерінен шықпай қамалып отырды ма? Олар өйткен жоқ, олар шықты.
найзасын, қаруын, 5 қаруын асынып, мұз жастанып, қар төсеніп, олар осыншама, ол өлімге қарсы шықты олар. Жерді қорғады, осыны аманаттап тапсырды бізге. Қазақта жер дауы деген бар ғой. Жер үшін ол жанын аямаған. Өйткені жерсіз ел емессің сен. Жерсіз сен қаңғыбассың. Қазір өз жерімізде біз қаңғырып жүрміз, ағайын. Өз жерімізде қаңғырып жүрміз. Квартирантпыз біз. Өз жерімізде. Шығып тұр екен комментарий. Жақсы болды. Өз жерімізде біз қазір не үйіміз жоқ, күйіміз жоқ. Басқа ұлттардың жағдайын жасаған бұл билік. Нақты қазақ ұлтының жағдайын әдейі түсіріп тастаған. Өйткені қазақ ұлты ғана сұрайды. Басқа ұлт сұрамайды. Басқа ұлт қиналса кетеді өзінің еліне. Болмаса ол бөтен жерде жүрген ол қайтсе де түйсігімен ұғады ол. Ол басын көтермейді. Ал нақты жұрт міне қазақ жұрты. Ол сұрайды. Сондықтан олар қазақтың жағдайын кетіріп, басымен әуре қылып қойған. Кредитімді қалай төлеймін, бала шағамды қалай асырайым, қалай күн көрем. Ешкім басқаны ойлай алмайды қазір. Ешкім ойлай алмайды. Тек қана жағдайын ойлайды. Қалай күн көрем деген жағдайын ойлайды. Осы ағайын, әзірге үзе тұрайын. Қазір барғасын тағы да қосыламыз. Сөндіріш. Так. Қолым келмеді. Қайсын басып деген бас? Завершить деген болсаңыз. Қазір мен бір-екі ауыз сөз айтайыншы маған. Армысыздар қазақ елі, ағайын туыс бауырлар. Серік Асқарып Дулаттың жамбасын жерге тигізіп, міне соңғы сапарын аттандырып келе жатырмыз. Сол қабырғамызды қайыстырып, жүрегіміздің орнын жаңағы бос айтып, бос қалдырып, жаңағы Дулаттың өзінің орны қалып отыр міне. Енді біздің мынау ұйықтап жатуымыз шындыққа, жаңағы ақиқатқа ұласпайды. Ағайын бәріміз осы мына Дулаттың өзін құрбандыққа, өзінің жаңағы бала шағасына қарамастан, өзін құрбандыққа осы мына елім, жерім деп, ұлтым деп шырылдаған Дулат бауырымыздың құнын мына үкіметтің билікті босатып берумен және бәрі сотталуымен сондай болуын талап етуіміз керек. Сол себептен біз жаңа конгресс холл әкімшіліктің алдына, орталық алаңға ескі сол жерге жиналып бара жатырмыз. Сол Дулатты міне жерлеп шыққанымыз жаңа, ешқандай ештеме қараған жоқпыз. Ағайын туысына көңілімізді айттық та, сонымен бәріміз шығып бір-екі ауыз айтып. Сол ағайын енді жатуымыз болмайды деп ойлаймын өзім. Сол себептен ояныңыздар халқым, ояныңыздар. Әйтпесе бәріміздің басымызға төніп тұрған ажалда, бейнетте осы болады. Сол себептен тек қана біріккенде ғана, бір-бірімізге бауырма болғанда ғана біз жеңіске жетеміз. Рахмет көп. Ұстап тұрайыншы, мен айта берейін. Ағайын былай ғой, Дулат өмір үшін күресті, өмір үшін. Ол өлімге күрескен жоқ, ол өмірге күресті. Өмір қалсын деді артымда, тіршілік қалсын, қазақтың елі қалсын деп күресті. Сол үшін ол басын құрбан қылды. Бірақ мынау үйде қамалып отыру, осы өмірді құрту деп түсіну керек. Ол өзінің басын ғана ойлаған адам. Өйткені ертеңгі күні ұрпағың қалай өмір сүреді сен? Ұрпағың қандай жағдайда қалады? Бәріміз мәңгілік емеспіз ғой, әйтеуір бір өтеміз ғой. Ертең жасымыз келеді, өмірден кетеміз.
Сонда артымызда не қалады біздің? Өмір қала ма? Әлде біз Қытайға жығып беріп кетеміз бе? Ана жаққа. Осы Дулаттың күрескені ол өмірге күрес, ол өмір үшін, ол өзінің өмірі, ұрпағының өмірі үшін, ол өзінің жанын аяған жоқ. Сондықтан ол әрбір жүректе тірі, әрбір жүректе. Міне осындай арыстай азамат. Сондықтан бұны әркім түсіну керек, әркім ұғу керек, ойлану керек бұған. Шыныменен не болды? Дулат неге өлді? Не үшін кетті ол ана жаққа? Ол өмір үшін кетті. Мына жерде өмір болсын деп кетті ағайын. Сондықтан бұны әркім жүрегінен өткізіп ойланбаса, әйтпесе бәрі бекершілік. Жүректен өткізу керек, құрғана тыңдап отыру емес. Біз шығып қана шешеміз ағайын. Осы айтарым. Жақсы, рахмет Асқар Қайырбек. Міне Дулаттың осы соңғы ақтық сапарына аттандыруға жан-жақтан келген азаматшалар бар. Елім жерім деген азаматты аттандыруға келдік. Ағайын, не дейсіңдер? Айтыңдар, Дулаттың сұрауы қалай болады? Сөйтіп келгеннен кейін осы жерде міне осы мынау сұрақ туындап, ой келіп осыды міне барлық көшеде бара алмай қалған Астана қаласының тұрғындары әкімшіліктің алдына жиналыпты. Боран болды, боранға қарамастан жан-жақтан және жан-жақтан қысым көрсетіп көп белсенділерді, көп Дулатты танитын азаматтарды, азаматшаларды шығармай жолдан тосқауыл болып, осында мына Дулатқа қол жаюға жібермеген биліктен енді жақсылық күтпейміз. Олар бізге қастандық қана жасайды. Жақсылық жоқ. Қазақ бірікпесін деп жатыр. Қазаққа ғана керек. Сол, әр қазағым, жалғызым, бәріміз бауыр боп, бір-бірімізге жанымыз ашып, сол, мына Дулаттың осыншама шырылдап жүргендегі еңбегін заяға кетірмейік ағайын. Бәріңізде ат салысып, ел, жер, болашақ балаларымызға, қазақ деген атымызға, ұрпағымызға керек. Сол үшін мұңаймаңыздар, қорықпаңыздар, шығыңыздар. Қазіргі қорқып, шықпай қалып, ертеңгіні ойламаған болмайды. Қазір шығып, болашақта жарқын өмір сүру үшін өзімізді күреске, билікпен өзіміздің құқығымыз талап етуге үйретіп шығара білуіміз керекпіз. Қазір сәлден кейін эфирді тағы да жалғастыратын болады. Асқар Қайырбек, мен өзім осы Дулаттың өмірінен өткеннен бері телефонға фотосын қойдым, Фейсбуктан болды, басқа ештеме істеген жоқпын, ештеме көрген жоқпын, ештеме қараған жоқпын. Ауыр қайғы болды, ауыр қайғы. Өзі Дулаттың сөзі бар, айтқан, менің жаным басқаның жанынан артық емес деп. Сол ағайын, менің де жаным Дулаттың жанынан және басқалардың жанынан артық емес. Күрес болса, соңына дейін күресеміз. Бір ауыз сөз айтайын, ұстап отыра берші. Жаңа бір бауырым телефонымды жазып жіберді, мына простой телефоным бар ғой, мен соған. Асқар, мен мосттың үстіне шығамын дейді, білмеймін бұл қай не сообщение жіберді, мен қазір шығып сөйлесіп өсем. Мен мінекей оқиыншы қазір. Асқар дейді, мен мостының үстіне шығып дейді, биліктің кетуін талап етем, мұнау масқара дейді. Менттер әбден басымызға шығып алды. Өзіме қол жұмсауға дайынмын деп жазып қойды. Енді біздің Бауыржан Момышұлы атамыз қиян кескі соғысты көрді ғой, қырғынды көрді. Кітабын оқыдым мен сол кісінің. Бала күнде оқығам, осы жуырда тағы да алып оқыдым соны. Сонда енді бабамыз, жаңағы атамыз Бауыржан Момышұлы, ол ешқашан соғысқа кіріп, өлдегіме демеген. Ол өзінің әскеріне соғысқа кіріп, сен тірі шығуға міндеттісің деген. Сондықтан өлімді ойламау керек.
бірақ өлгенше тіресу керек. Бұның айырмасын білу керек ағайын. Сол Бауыржан атамыз тірі келді ғой шыныменен. Өйткені ертеңгі күн керек бізге. Ертеңгі ұрпақ өмір керек. Бізге осындай шынайы ақ жүректі, шыныменен қаһарман, жан жүрегі таза, адал ниетті жаңағы қазақтар. Біз соны көбейтуіміз керек, оған біз күш салуымыз керек. Өйткені қазір біз жалтақтарға, қорқақтарға қалдырмауымыз керек. Өлімді емес ағайын, өмірді ойлайық. Алдымыз біздің жарқын. Тек қана мына жауыз биліктен құтылсақ болды. Осы айтарым. Біз енді жолдамыз. Жақсы. Біз енді жолдамыз, шамалы сәлден кейін эфирге тағы да шығатын болады, мүмкіндік болса. Сол ағайын. Қош аман, сау болыңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын. Қай жерден басады?